Барлығыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен бөлісетінім өте әдемі және өте дәмді, тәтті болып шығатын бал тоқаштың рецепті. Соңына дейін қараңыздар және ұнаса лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтті құямыз. Мен көбірек жасайтындықтан барлығын 2 еселеп алдым. Құрамы описанияда жазулы тұр. Содан соң қантты қосамыз және ашытқыны қосып, қант ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Содан соң жұмыртқаны қосып араластырамыз. Және ұнды салып қамырда илейтін боламыз. Ұнды салып араластырып алған соң, енді біріктірмей тұрып, май қосамыз, сұйық майды құйып. Енді қамырымызды жақсылап отырып, илеп алатын боламыз. Сұйық майдың орнына немесе сары май істесеңіздер де болады. Қамырды жақсылап илеп алған соң, бетін жауып, жылы жерге қойып, ашытып қоямыз. Қамыр ашыған соң біз күнжутқа қант қосып, араластырып дайындаймыз. Содан соң тағы да бал суын даярлаймыз. Балға суды қосып араластырып дайындап қоямыз. Енді қамырымызды астақтайға алып, тең 2 бөлікке бөліп, содан соң әрбір бөлігін 12 бөлікке бөліп, тең бөліктерге бөліп жасайтын боламыз. Арасындағы ауасын шығарып отырып, әрбірін осындай домалақ қылып жасап аламыз. Содан соң бетін пленкамен жауып қоя тұрамыз. 5 минуттай қоя тұрамыз. Содан соң ең бірінші басқа қамырдан бастап, оқтауменен ұзыншақтап жайып шығамыз. Жайып болған соң осындай дөңгелетіп отырып, барлығын осындай алдыменен дайындап аламыз. Барлығын жаңағындай қылып жасап алған соң, тағы да пленкамен жауып қоя тұрып, ең бірінші қамырдан бастап тағы да ұзыншақтап отырып жайып аламыз. Осылай болғанда жіңішке болып шығады. Қазір жасаған кезде де формасы әдемі болып шығады. Жұқа қылып отырып жайып аламыз және де бір шетінен бастап жаңағындай қылып орап шығамыз. Орап болған соң ұшағын қолымызбенен басып жұқартып жеріп барып жапсырамыз. Содан соң тең ортасынан 2 бөлікке бөлеміз. Енді бал суына батырып алып, күнжут жабыстырып отырамыз астыңғы жағына.
барлығын жасап формамызға тізіп алған соң тағы да бетін жауып 20 минут қойып қоямыз. Духовканы алдын ала қыздырып қоямыз 170 градусқа. Бетіне жұмыртқаның сары уызымен және оған сүт қосып араластырып жағып шығамыз. Содан соң 170 градус духовкада қызарғанша ұстаймыз. Беті қызарғаннан кейін алып шығып, жаңағы қалған бал суын жағып, тағы да 5 минут қойып қоямыз. Жаңағы бал суын жаққаннан кейін жып-жылтыр өте әдемі болып шығады. Және дәмі де ерекше тәп-тәтті. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де соңына дейін қараған болсаңыздар, каналыма жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.